Сәлем достар, бүгін сіздерге өте нәзік, өте керемет дәмді королевский торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл сіздерге тегін мастер-класс болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, миксермен жоғарғы жылдамдықта 8-10 минуттай миксерлейсіздер. Тура 8-10 минуттай миксерлейсіздер. Одан кейін барып, сүтімізге сұйық майды қосып, жылдамдықты ортаңғы жылдамдыққа қойып, мысалы да менде жоғарғысы 6 болса, ортаңғысы 3. Үшінші режимге қойып, енді жаңағы сүтіміз бен майымызды құятын боламыз. Одан кейін жылдам ұнымызды да саламыз, қасықтап. Ұнымыздың барлығында салып болғаннан кейін барып, сразу миксерді өшіресіздер. Ары қарай уже лопатамен араластырасыздар. Көп миксерлей беруге болмайды, өйткені көп миксерлей берсеңіздер, бисквиттің пышны болуын алып қояды, пышны болып шықпай қалады. Дәл осылай бір келкі етіп араластырып алғаннан кейін барып, тестамызды теңдей етіп үшке бөлеміз. Үшке бөлгенде тура 240 граммнан тиетін болады әрқайсысына. Біріншісіне орехты блендермен измельчить етіп алып, соның үстінен тестамды құйдым. Одан кейін мактың үстінен құйдым. Енді үшінші тестамыздың үстінен какао порошогын салып, бір келкі болғанша барлығын араластырамыз. Қатты тым көп араластыра беруге болмайды, өйткені бисквиттеріңіз пышны болып піспей қалатын болады. Бір келкі етіп араластырып алғаннан кейін енді формамызды дайындаймыз. Астына фольгамен орап, одан кейін ішіне міндетті түрде қағаз саласыздар. Енді әрқайсысын тура видеодағыдай етіп құйып, жайып шығасыздар әп-әдемі қылып. Барлығында осылай теңдей етіп құйып алғаннан кейін барып, 170 градуста 16-17 минуттай пісіріп аласыздар. Пісіп болғаннан кейін қыздар осылай шетін пышақпен кесіп, одан кейін осындай коврикке аударасыздар. Бір 10 минуттай суытып алғаннан кейін пищевой пленкаға орап, 1-2 сағат холодильникте тағы да суытып аласыздар. Енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға сахарный пудраны саламыз, одан кейін үстінен міндетті түрде карамель саламыз, қыздар. Мен вареный сгущенкамен істеп көрдім. Вареный сгущенкамен істеген кезде кремім сұйық болып қалды. Сондықтан карамельмен істейсіздер. Карамельдің жасалу жолы менің видео YouTube каналымда бар, сол жерден көрсеңіздер болады. Соны миксермен бір келкі етіп араластырып алғаннан кейін үстінен тағы да сливкиімізді құйып, тағы да 1 минуттай миксерлейсіздер. Осындай пышный, әп-әдемі крем болып шығады. Енді әрі қарай тура видеодағыдай жинайсыздар. Әр бисквиттің үстінен осылай сироп құясыздар, және де кремдеріңізді құйып, жағып шығасыздар. Крем арасына 300 граммнан жағылады. Форманың диаметрі менде 23 сантиметр. Осылай тегістеп шықсаңыздар да болады, картошка езетінімен. Одан кейін сироп, крем, дәл осылай тура видеодағыдай қайталай бересіздер. Ең соңында кремдеріңіз 50-70 граммдай қалады, соны ең бетіне жағып шығасыздар. Одан кейін пищевой пленкамен орап, холодильникке міндетті түрде 1 күнге қалдырып қоясыздар. Сол кезде кремі сіңіп, әдемі, нәзік болып шығады. Енді тортымыз 1 күн холодильникте тұрғаннан кейін торттың сыртын қаптайтын крем дайындаймыз. Творожный сырға сахарный пудрамен макты салып, миксермен 20 секундтай ғана бір келкі болғанша араластырып аласыздар. Бір келкі қылып араластырып болғаннан кейін үстінен сливкиді құйып, тура 1 минут миксерлейсіздер жоғарғы жылдамдықта. Сол кезде кремдеріңіз пышный, әдемі болып шығады. Енді осы кремімізді кондитерлік мешокқа салып, торттың сыртын видеодағыдай етіп қаптап шығасыздар.
Бұл жерде қыздар мен тортты бөлгіш құралмен пайдаланып жатырмын. Егер де сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, бұлай пайдаланудың қажеті жоқ. Дәл осылай мен біркелкі етіп оңға бөліп алғаннан кейін әсемдеп шығамын. Бұл тортты мен қазір ресторанға кесіп шығаратын болғандықтан бірінші осылай тортты бөліп алдым әдемі қылып. Одан кейін барып сәндеп шығып жатырмын. Міне қыздар, осымен тортымыз дайын. Енді ыстық таза пышақпен осылай кесіп аласыздар. Сол кезде разрездеріңіз идеально болып шығады. Бұл негізінде қыздар сатылымда жүретін, ешкім бере бермейтін рецепттердің бірі. Сондықтан міндетті түрде сіздер лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Сол кезде мен сіздерге барлық секреттермен осылай бөлісіп отыратын боламын. Енді видеоның соңында қазір сіздер мамамның өзінің пікірін көресіздер. Да, мне отзыв береді. Торт королевский. На он видите? Надо? Что? Асты ореховый ғой, үсті шоколадный, одан кейін маковый. Ішінде ореховый бар. Орех.